Баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге ilmekтерді тоқыма бізіне қалай теру керек екенін көрсетемін. Тоқыма біздің кейбір жерлерде тоқыма инесі деп айтып атады, яғни орысша спицы. Міне, осыншама шамалы жіпті алайық. Үш саусағымызбен қысып тұрып, сұқ саусағымыздан жоғарыдан әкеліп, бас бармағымыздан төмен қарай түсіреміз дағы, оны үш саусағымызбен қысып аламыз. Яғни, міне, бізімізді аламыз. Жоғарыдағы жіптен бізімізді жоғарыдан төмен қарай түсіріп, бас бармағымыздағы жіптің ортасынан төменнен жоғары қарай шығарамыз. Жіпті түсіріп, төменнен жоғары қарай шығарамыз, міне. Сұқ саусағымыздағы жіпті іліп алып, қайтадан бас бармағымыздағы жіптен жоғарыдан төмен қарай бізімізді шығарып аламыз. Шығарып аламыз да, мына жіпті бас бармағымыздан алып тастай беруге болады. Алып тастаймыз да, жібімізді тартамыз. Тағы бір рет көрсетіп жіберейін сіздерге. Жібімізді үш саусағымызбен ұстап тұрып, сұқ саусағымыздан жоғарыдан әкеліп, бас бармағымыздан төмен қарай түсіреміз. Жібімізді үш саусағымызбен ұстап тұрамыз. Бізімізді әкелеміз. Жоғарыдағы жіптен жоғарыдан төмен қарай түсіріп, бас бармағымыздың жібінің ортасынан, міне, төменнен жоғары қарай шығарамыз. Сұқ саусағымыздың жібін іліп алып, қайтадан мына бас бармағымыздың жібінен ортасынан кейін қарай шығарамыз. Мына жіпті бас бармағымыздан жібере беруге болады. Астынан тартамыз. Бізде алдымен ең бірінші екі ilmek бірдей пайда болады. Алғашқы ilmek жасағанда әрдайым екі ilmek пайда болады. Кейін сосын біздер бір ilmектен теріп отырамыз. Енді міне ұстап тұрмыз ғой. Қайтадан бас бармағымыздың жібінен төменнен жоғары қарай бізімізді шығарамыз. Сұқ саусағымыздағы жіпті іліп аламыз. Бас бармағымыздағы жіптің ортасынан жоғарыдан төмен қарай бізімізді кейін қарай шығарамыз. Мына жіпті жібереміз. Бас бармағымыздан астындағы жіпті тартамыз. Қатты тартпаймыз. Орташа. Жайды тартпаймыз. Орташа. Қайтадан бас бармағымыздың жібінің ортасынан бізімізді шығарамыз. Мен сізге көріну үшін бұлай жасайын. Шығарамыз. Сұқ саусағымыздағы жіпті іліп аламыз. Бұлай төменнен жоғары қарай емес, жоғарыдан төмен қарай іліп аламыз. Бас бармағымыздағы жіптің ортасынан бізімізді кейін қарай шығарамыз. Жібімізді жібереміз, тартамыз. Оны кейін үйреніп алғаннан кейін тез жасайсыздар. Өстіп, міне, ilmekтерді теруге болады екен. Міне. Кейін жұмыс жасаған кезде бір бізімізді шығарып аламыз да, ары қарай тоқимыз.